Мүсілім Құмарбеков, ана. Күз, қорғасындай ауыр қошқыл көк сұр бұлт баяу жылжып, түйдектеліп жерге төне түседі. Кешегі аптаған ыстықтан бұрқылдаған шаңды таңертеңгі жауын мый етіп езіп жіберген. Құрғап кетеме дегендей әлсін-әлсін дым бүркіп қояды. Сол түстіктен ызғарлы леп бар. Топырағы үйілген жас қабірге қарап әкем екеуміз үнсіз тұрмыз. Дүниеден қайтты, аяулана. Көп кішкене үйіміз аңырап бос қалды. Жұртта қалғандай құлазиды. Көңіл. Түні бойы аунақшып, мені аймалаған әкем көрер таңды көзімен атқызып жүр. Орты солып, ақ сары өңі қара күреңденіп, аз күннің ішінде жүдеп кетті. Қазандыққа от тамыза алмай, бықсыған түтінді бұрқылдата үрлеп отыратын әкеме Гүлжахан деген көрші әйел үнемі келіп көмектесіп жүретінді. Ақылбек соған үйленеді екен дегенді естігенде бір түрлі мазам кетеді. Өйткені ол маған ұнамайтын, айналайын дегені маған ажалап тұрғанда естілетін. Ақыры әкем Гүлжаханға үйленді. Ел қуанышқа қайырлы болсын айтып келіп жатқанда үй сыртындағы терең түбінде отырып жылағанымды көрсеңіз. Өксігімді баса алмаймын. Аяулы анамның ардақ бейнесі көз алдымда тапжылмай тұр. Төсектен тұрғанымда әкем жұмысқа кетіп қалыпты. Гүлжахан күйбеңдеп бірдеңелерді істеп жүр. Айналамды қарап көйлегімді таппадым. Үй ішінің бәрін ақтарып төңкеріп іздестіріп жүргенімде ол маған: «Өмірзақ, не істеп жүрсің?» деді күлімсіреп. Туған анам ылғи жарығым құлыным дейтін еді-ау деп ойладым ішімнен. Ақтарсам, сіздің дүниеңіз емес қой, деп әдейі қытығына тие сөйледім. Ол маған не дерін білмегенде бір сәтке тіктеп қарай қалды. Жүзі сәл күреңітеп мұңайғандай болды да, ләм-лим деместен алдыңғы бөлмеге шығып кетті. Өзіме өзім разы болып айызым қанды. Далаға шықсам көйлегім жуылып тұр екен. Кешкісін әкем мені шақырып алды да: «Сен мамаңды ренжітпей тілін алып жүр», деді. Ол маңдайымнан сипап отырып: «Таңертеңгіні айтып та үлгерген екен ғой. Әкеме мені жамандай бастағаны де». Әкенің алып құшағына тығыла түстім де: «Ол менің мамам емес», дедім. Есіп қояма дегендей сыбырлап сөйлеп: «Неге?» Тамаққа шақырған Гүлжаханның дауысы естілді. Біздің сөзіміз де осымен доғарылды. Өгей шешемен үйренісіп кете алмадым. Оның әрбір қимылы, сөзі оғаш көрінеді тұрады. Аңсай берем туған анамда. Көршілердің де өгей шешемді жақтыртпай, Гүлжахан саулы төсек, салқын үйге кірді де алды. Ақылбек қандай жұмыскер, соның тапқан таянған ішіп, қолын жылы суға малатта отырады деген әңгімелерін естідім. Рас деп ойлаймын сонда. Біздің үйге келгелі жұмысқа барған жоқ. Үйде де ананы істей қойшы, мынаны бүйте салшы деп мені жұмсайды. Жалсысы бар ма екен оның? Жоқ, мен оған көнбеймін. Бір күні үй сыртын әктеп жүрген өгей шешем: «Өмірзағай, маған анау шелекті әкеп берші», деп дауыстады маған. «Ішінде суы бар, көтере алмаймын». Аздап төгіп, «Көтергеніңше әкеле ғой». «Шамам келмейді» деп жұмыстан қашқақтама. Ол еріншектің ісі. Еріншектің ісі болса, өзіңіз неге жұмысқа бармайсыз? Мен істеп жүрмін ғой. Жоқ, істемейсіз. Осы үйге келгелі жұмысқа бір күнде барған жоқсыз. Мына үйімізді жөндеп алғанша деп бригадирден сұрап босағанмын. Бұдан әрі сөз таластырмай, көрерміз барғаныңды деп іштей кекетіп кетіп қалдым. Әкем-үкем деп құрақ ұшатын осы бір жанның мінезі жалған, жасанды болып көрінеді тұрады. Бірақ кейде балалық көңілім елітіп, еркелегім келіп кетсе де, туған анам есіме түсіп, мұңая қалатынмын. Мамамды ерте тартып әкетті ғой арсыз ажал. Өгей шеше тепіршінде қалатын болдым-ау. Өкпелеймін тағдырыма. Тумай жатып не жазып едім? Арқа сүйетін Асқар таудай ардақты әкені де менен қызғаныпты. Қатал тағдыр. Соғыс таласына аттанған сан боздақтардың ішінде ол да кете барды. Үй іргесіндегі ну орманды көшіріп әкеткендей ауыл маңы жым-жырт болды. Көңіл қалды құласып. Іш бауырым езіліп барады. Гүлжаханның да көзінен жасы сорғалап, сипап отыр шашымнан. Оның алақаны бойыма еш жылу бермейді.
Көзі жылаудан бұлаудан болған көз күрт өзгерді. Жаңбырды тия қойып, жерді біраз деңгітіп алды да ақ мамыққа орай салды. Оқып жүрмін, Гүлжахан шешем екеуміз тұрамыз. Бірақ бұрынғыдай тіке келуім жоқ. Бір-бірімізге мұңая қараймыз. Ол жиі күрсінеді. Өгейлігін істейді деп айтпасын дейме, әйтеуір қас-қабағыма қарап, көңілімді аулауға тырысып бағады. Міне, қар жауды. Басында құлақшында жоқ. Әкесі бар ақ жігіт Гүлсімдердің киімі түгел. Шіркін, әкем болса, оның бәрін тауып берер еді-ау. Бұл ойымды қоңырау даусы бөліп жіберді. Соңғы сабақ бітіпті. Біздің ауыл мен мектеп арасы бір талай жер. Алғашқы жауған ақша қарды атысып, алысып, жылысып үйге қайтып келеміз. Қойны қонышымыз көк сүмек. Ауылға таяп, топ бала жан-жаққа тарай бастадық. Үйге баратын соқпаққа түскенімде ақ жігіт қуып жетті де, «Малақайыңды тастамай киіп жүрсеңші, ауырасың ғой», деді ол маған аяушылық сезім білдіріп. «Жоқ менде екеу, біреуін саған берейін». Маған тәтем, өгей шешемді осылай атай бастағам. Тігіп береді, сенікінің керегі жоқ. Үйге келдім, тәтем үйде екен. Ол елтіре іздеп таба алмай, құлақшын тіккенін қазандыққа от тұтата беріп айтып үлгерді. Біздің үйдің терезесі батысқа қарайды. Әкең сол жақта деп Гүлжахан айтқан. Шай ішіп болған соң терезеге барып ұзақ қарадым батысқа. Жаралы жауынгер қанына аунап тұрды ма, әлде жер жүзіндегі қанға батқан адамдарға жаны ашып, жылуымен қып-қызыл болды ма, мүмкін әкем ұқсаған жеңістің қызыл туымен шағылысты ма? Әйтеуір күн алаулап батып барады. Бір кезде үйге самбырлай сөйлеп ақ жігіттің шешесі кірді. «Әй Гүлке, бағыңа елтірім жоқ болды ғой. Ал мынаны ақ жігіт жаман деп кемей қойды. Оған кеше әкесі жаңа малақай әкеліп берген. Кеселденіп, содан да көрдім. Өмірзақ киіп алсыншы». Ол маған қарады. Жетімсің деген ойын тап осы құлақшынның маңдайына жазып әкелгендей болды. Қап, туған анам не әкем болса ғой. Кеңсірігім ашып, көзіме жас тығылды. Не ойлағанымды жүзімнен таныды ғой деймін. Тәтем маған қарай қалды да, «Өмірзақ та кимейді», деп саңқ етті. Ақ жігіттің шешесі шығып кеткеннен кейін тәтем сандықтан соғысқа кетерінен бірер күн бұрын әкем әкеп берген шашақты ақ торғын шәлін алды. Ол шәліні басына ешқашан тартқан емес, тек анда-санда қолына алып, шашағын сипап, ұзақ қарап отыратын. Енді соны бүктеп, «Сол қызығып жүруші еді», деп өз-өзінен күбірлеп сөйлеген күйі қойнына тығып шығып кетті. Біраздан кейін жап-жаңа құлақшынды қолына ұстап кіріп келді. Бірақ онысына қуанғаным жоқ. Өткені шәліні Шәкеңнің шешесіне сатып келгенін сездім. «Тәте, ол әкемнің сыйлығы еді ғой», дедім даусым шықпай міңгірлеп. «Ол маған шәліні емес, сені қалдырған. Сен ер жетсең екен, талай шәлі табыла жатар». Бұдан кейін оған жүрегім жылый берді. Айнала мұңартқан қапырық ыссы, жел жоқ. Тек анда-санда әлде қайдан ұйтқып шыға келген құйын ілезде тау ішіне кіріп жоқ болып кетеді. Құйын ішінде үйірілген жапырақтай соғыс таласындағы әкем хабар ошарсыз кетті. Күткен көңіл күдер үзбейді. Асқақ үміт келер күнге иек артады. Көп адамдармен бірге тәтемде шалғымен шөп шауып жүр. Түс мезгілінде оған айран шалаптан сусын апарамын. Сол әдетімен үйден шығып фермаға таяй бергенімде бригадир мен Оспан өгіз сұрап тұр екен. Ол менің шешемнің бұрынғы күйеуі. Гүлжаханды алғалы жүр екен деген ел арасында сөз бар. Анау жетімекке обал болады-ау деген мені есіркегендерін де құлағым шалған. Бірақ оған сенбейтінмін. Енді міне Оспанның өзінен де естіп тұрмын ғой. «Қапанау, маған бір дұрыс өгіз берсеңші, мұна құрып қалғыр Гришка аяғын бір баспайды, ешкі бас елпектеу еді», деді ол бригадирге. «Әй, қыз айттыруға барушы ма едің?» Айттырса несі бар? «Соныңды айтшы маған, осы сені Гүлжаханды қайта алғалы жүр деп естідім ғой». Сөз салып жүргенім рас. Қолымнан құмырам түсіп кетті. Жан дүниемнің астан кестеңі шығып жат. «Шешең де жаныңды шығарар», деді бригадир. «Ой, өбексіген жаман неме», деп Оспан жекіп жіберді. Ешкі басты жегіп алған ол соп деп өгізін бір салды да алға аяңдады. Сол кезде ол тап қазір осы арбамен Гүлжаханды өз үйіне жеткізгенде көрінді маған.
Құмыраны жерден алмастан жүгіре жөнелдім тәтелеп. Долы көзден домалаған жас жалаңаш кеудеме тиіп, сәлден кейін құрғап кетеді. Жүгіріп келемін. 2-3 рет жығылып та алдым шалынып. Қанаған шынтағым мен тіземді елемей қақтығысып келемін. Мені көрген Гүлжахан шалғын тастай беріп қарсы ұшты. Құлыным-ау, не болды сонша? Тәте, сен де мені тастап кетесің бе? Тастаған нес, қайда кетем? Оспанға! Оның өңі өзгеріп кетті. Ерні кемсеңдей жөнелді. Оны кім айтты саған? Жаңа бригадирге өз айтты. Жоқ құлыным, жоқ, олай болмайды. Екеуміз папаңды тосамыз. Ол келгенде не бетінді айтамын, Өміртай-ау? Мама! Ау құлыным! Алқынған ыстық демі маңдайымды емес, бала жүрегімді балқытып жіберді. Кіре бердім анашымның ашылған құшағына. Қателесіп жүріппін. Кешіре көрші. Өмір бойы өзіңе қарыздармын, жан ана.